Осы ретте құрметті көрермен қауым, ауылдан түлеп ұшқан, қазақ әдебиетіне зор үлес қосқан талантты тұлғаларымыздың бірі жайындағы бейне материалды назарларыңызға ұсынамыз. Жыртық киім киіп, жыртық көрпе жамылып, жыртық кітап оқып, жыртық өмірсіздік дедім мен. Сойты тұрап, біздің поколение менен мақтанғаным емес, мен айтып жүрмін, ең мықты жазушылардың мықтысы бар біздің поколениеде. Ғабит Мүсірепов Сәкен Сері деп атаған қаламгер Сәкен Жүнісовтың туғанына биыл 80 жыл. Тұңғыш әңгімелері студент кезінен ақ басылым беттерінде жарық көрген Сәкен Нұрмағұлының шығармалары алғашқыда қатты сынға ұшыраған. Сонда анасы Мағрипа, ұлымның тауы шағылып, енді жазбай қоятын болар деп уайымдаған деседі. Алайда жігерін жанып, намысын қайраған жігіт әдебиетте Жапандағы жалғыз үй романымен құбылыс ретінде танылды. Жерінің, елін, ұлтын, рухын қорғау жолындағы осы бір үлкен ойларын айтылған қаламгер. Оның үлкен бақыты да сонда. Оны Сәкен Сері қылған, Сәкен Жүнісов қылған. Кешегі соңғы шығармаларының бірі Заманай мен Аманайды қарап тұрсаңыз, болмаса Ақан Сері диалогиясын қарасаңыз, осы Сәкен Жүнісов өзі тұтас күллі қаламгерлік мақсаты, мүддесі бір дүниеге, бір бағытқа бағытталған секілді. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарындағы тың игеру қазақ даласына әлеуметтік қайшылықтар алып келген еді. Жазушы Жапандағы жалғыз үй романында осы жағдайды баяндаған. Сол үшін кеңестік биліктен біраз уақыт қағажу көрді. Бірақ рухы жасымаған қаламгер әдебиетке Ақан Сері, Заманай мен Аманай секілді қайталанбас шығармалар әкелді. Ажар мен ажал, жаралы гүлдер, қызым саған айтам, тағы басқа пьесалары көптеген театрлардың репертуарынан орын алған. 70 жылдығында Көкшетауда өткізді. Онда фестиваль болды. Театрлар келіп, ол кісінің жазған пьесаларын көрсетті. 7-8 театрдан келіп. Үлкен жақсы, сондай халық жиналып жақсы өтті. Ал енді 80 жылдығында да сол кез айтқан өткіземіз. Енді қазіргі мен бір қиналатын нәрсем ойланады, бұл қай облыс өткізеді. Биылғы жыл Сәкен Жүнісовтың шығармашылығына арналмақ. Еске алу шараларының алғашқысы республикалық кітап мұражайында басталды. Халқының ардақтылы Сәкен Сері атты көрмеге жазушылар мен туыстары, оқушылар жиналып, Сәкен Жүнісовтың әдеби мұрасымен танысты. Осы кісінің 80 жылдығына байланысты көрме ашамыз дегенде қорға барып біз зерттеу жұмыстарын жүргіздік, іздестіру зерттеу жұмыстарын. Сол кезде біздің тапқанымыз 1971 жылғы алғашқы Жапандағы жалғыз үй атты кітап екен. Одан кейінгі бірнеше кітап, ол Жапандағы жалғыз үй әр жылдардағы шығарылған. Аманай мен Заманай атты кітабы сол жылдарға тақау шыққан барлығы. Осы Аманай мен Заманай романы үшін ол кісіге мемлекеттік сыйлық мемлекеттік сыйлық берілген. Көрме 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Сәкен Жүнісовтың туған жері, өскен ортасы жайлы мағлұматтар берілсе, екінші, үшінші бөлімдерде қаламгер жайлы айтылған ойлар мен арналған өлең жырлар қамтылған. Сондай-ақ жазушының фотосуреттері де көрменің құнды жәдігерлерінің қатарынан орын алған.